Мен Жамбыл облысы Мұхаммед Қайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті заң факультетінің 1-ші курс студенті Таукелова Әсел. Бүгінгі менің тақырыбымның аты жеңіс хаты. Нұрын шашып жылда жеңіс көктемі, ұшсын еркін бейбіт күнің кептері. Ардагерлер кеткенімен өмірден өшпей дәсте, еркін кітап беттері. Армысың құрметті ардагер ата. Мен тәуелсіз Қазақстанның жалынды жастарының бірімін. Біз үшін атам отан алдында жанын құрбан еткен. Менің құрметті атамның есімі Отарбаев Нұрман. Бүгінде қазақ елі тәуелсіз егемен мемлекет. Ардақты ардагер ата, әрине, соның бәрі сіздердің арқаларыңыз деп білемін. Сонау ел басына күн туған кезде, қан майданында еш қаймықпай, отан деп соққан жүректеріңізді оққа қиып, отан қорғауға аттандыңыздар. Қаншама қайғы қасірет әкелген сол жылдар енді қайта оралмас деп ойлаймыз. Қазіргі ұрпақ сіздердің алдарыңызда бас иіп, тек алғыс қошеметтерін аямайды. Біз сіздерді мақтан тұтамыз. Мен өзімнің Отарбаев Нұрман атаммен мақтанамын. Себебі 1941 жылы күтпеген жерден басталған сұрапыл соғыста елімізді қорғаған батыр елдердің, соның ішінде батырлардың арасында менің де атам болды. Менің атам 1902 жылы 1 қаңтарда Жамбыл облысы Сарысу ауданы Өндіріс ауылында дүниеге келген. Ол Өндіріс ауылындағы мектепті бітірген. Соғысқа дейін Сарысу ауданындағы Қарасы Ерназар колхозында жұмыс істеген. Соғысқа 1922 жылы қазан айында нөмірі 220 дивизияның құрамында Смоленск майданында артиллерист болып жорық жолдарынан өткен. Соғыс зенит зеңбірегінің дәлдеушісі болды. Кейіннен Горький қаласындағы нөмірі 1978 госпиталінде 2 рет жараланып, елге 1947 жылы оралған. Елге келген соң ұзақ жылдар бойы өндіріс кеңшарында шопан болып, 1981 жылы құрметті демалысқа шықты. Соғыста көрсетілген еңбектері үшін бірнеше орден медальдарымен марапатталды. Кеңес одағының маршалы Жуков медалімен, Ұлы Отан соғысы дәрежелі 1941-1945 Ұлы Отан соғысына 20 жыл медалімен және де КСРО қарулы күштеріне 70 жыл медалімен марапатталды. 1958 жылы бүкіл одақтық халық шаруашылығының жетістіктері көрмесінің кіші алтын медалімен марапатталған. 2011 жылы 6 желтоқсанда Сарысу ауданында құрметті азамат атағы берілген. Ол кісінің бұл еңбектері ешқашан ұмытылмайды деген үміттеміз.